Айтчу шиш бір бәлер. Видеоға алып тұрсың ба? Не айтам мен, братан, базарда тұрыппыз міне тоңып. Оқымасаң базарда тұрасың да? Да. Әлде оқысаң ба? Жалпы менде диплом бар анандай. Қандай? Диплом, короче, алиғу университетті бітірген. Университетті бітірген ба? Иә. Сонда да жұмыс жоқ та, жұмыс бар, бірақ істегің келмейді. несі аз да? Айлық аз. Айлық аз. Сен істеген жұмысыңға жараса айлық беру керек. Иә. Дұрыс емес. Өзіңе өзің қожа болып жүрген жақсы да? Иә, әне өлме. Вот неге таксистлер блатной болады, білесің бе? Олар өзіне қожа, өзіне бек болып жүрді олар. Иә. Ешкіммен шаруасы жоқ. Иә. Сондай дегеннен көп адам соның үшін де такси жұмысын таңдайды да. Иә. Такси деген оңай да. Білмеймін, әйтеуір мен де таксоват істедім алдында. Қаяқта сен такси? Ауылда, Өзбекстанда. Ол кездері мен мықты ақша істетедім, ана таксиде деген тынмайтын едік қой. Даже обед ішпейтін едік. Адам деген масқара. Сон неге ойламайсың? 3-4 машина алып алып, таксиге қойып, соң ақшасы жинап үйде отыруға болады ма? Жалпы оны да ойладым мен. Анан шаршайсың ғой. Алған адам бар ғой, машина деген төгіп, ең соңында металлон қылып әкеліп береді да. Өзіңнің ақшасын өзіңе жағасың, короче. Жоқ, міндеттейсің ғой, оны тапсырасың, как болады. Короче, беретін дымы жоқ, короче. Түсіндің бе? Апарып салады бір жерге, соғып алады да. Ал мен не қаматсаң қамат, менде ақша жоқ дейді. Не қыласың енді ондай адамдар? Құдайға салып қоя бересің бе? Сондай әңгіме, братан, өзің қарап көріп жүрсің мен. Нарадан не түрлік айта бер, мына. Олар салқын түскен сайын сату қиын болады да, тоңып қалады. Тоңып қала ма? Үсіп қалады. Мен қиын да сатты да мұндай зат. Бұны орақ қойып сатасың мен қатты аязда? Орақ қойсаң көп адам білмейді ғой сенде осындай зат бар екен. Айқайлап тұруың керек та. Ютубта айтып жатсың ғой, міне келеді ғой клиенттер енді. Айқайлап тұру керек, укроп бар деп та. Жалпы білмеймін әйтеуір. Болады да. Жаңа өзіңде міне ютубқа шығарып жатсың, келіп алады ғой сенен. Солай ма? Нағыз сен тандырын білмеймін. Сен неше подписчикің бар? 500-ден асып кетті ғой уже. Оны нормально ғой. Короче, 1000 подписчиктен кейін саған ақша түсе ме шотыңа? Ақша төлейді дейді ғой жаңа ютуб. Ютуб төледі, мен де сөйдеп естіттім негізі. 1000 подписчик, сосын 4000 минут видео. 4000 минуттық видео қоюың керек. 1000 подписчик, сосын 4000 минут видео. 1000 подписчик, сосын 4000 просмотр болу керек. Просмотр ма, видео ма, минут? Просмотр, сондай бірдеңе айта береді. Нақты біліңкіремеді ғой. Чо, просмотр емес, братан. Минут, 4000 минут видео қойып. Мына тоңбайсың ба базардан бұлай? Жалпы бізде мынандай Аляска киіп алғанбыз міне. Әлде ақша түскен сайын тоңбайсың ба? Сауда болған сайын. Күш бере ме әлде? Бізде жұмыс көп, тынбаймыз, бізде майда жұмыста. Қазір просто сенімен әңгімелесіп тұрғанмын ғой. Сауданы қайдан үйреніп жүрсің? Сауданы деген туылған кезде талант болады ғой бізде. Талант ба? Саудаға. Туылған кезде. Алу сату. Мына кімнен үйренсеңіздер болады сауданы. Талант болады дейді туылған кезде. Сол. Укроп. Мына базардың мына маңында, міне шаңырақ екінің жанында. Заттар түсірсейші, мынада тары бар дейді. Миоттар бар мында, натуральный миоттарын түсір. Миот неге ем бұл? Емге ме пайдалана ма миотта? Миот негізі, анандай натуральный түрі жақсы болады ғой. Көп затқа пайдасы бар дейді адамдар. Мен жалпы не болға пайдаланады? Қызық көрмедім ал. Мында хозяйны бар, содан сұрайық. Бәрісін айтып береді саған. Солай ма? Әлде оны келесіге түсіреміз ба видеоны? Қосып түсіре бер. Брата, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мынандайды түсірек деп таныстырып жібермейсің бе бір? Қандай миот, майский, жантақ, бантақ дегендері болады ғой. Мына әр миоттың өзінің бір айтсаң бар ғой, оның несі болады дейді ғой. Мынау майский міне мен. Денсаулыққа білетін. Ал құрметті көрермендер, подписаться басып қойыңыздар.
өйткені келесі шығатын видеоны бақылап отырасыздар. Иә, сіздерге көріну үшін. Иә. Подписацияны басып тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңадан видеолар шығып отырады. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке.